Ассалаумағалейкум достар. Жылыжайдағы суару жүйесін көрсете кетсеңіздер деп жүрсіздер. Соған бір кішігірім видео түсіре кетейін. Жалпы мынандай 4 жүк бар менде. Мінекей біреу. Әрқайсысынан екеуден екі қатардан егілген. Екінші жүк. Арасындағы жолдары. Үшінші жүк. Төртінші жүк. Әрқайсы екі қатардан егілген бұлардың. Мінекей астын көрсете кетейін. Екі қатардан егілген. Оның барлығы. Тамшылату дегенді білмейтін адамдар болса, мінекей астында көріп қарап тұрсаңыздар, тамшылату суарылып жатыр қазір. Мынандай ағаштан осындай не істедім. Стол дейміз ба, қалай айтсам болады. Жалпы стол дей салайын. Стол ретінде осылай ағаштан, қарапайым түрде ағаштан істедім осылай. Биіктігі 1 метрдей. Оның үстіне мынандай 200 литрлік бочка қойдым. Кәдімгі майдан босаған бочканы тазалап, ішін краскілеп, осындай 200 литрлік бочка қойдым. Мына шланга тұрған, мына шланга. Бұл колонкаға жалған бір кәдімгі ауыз судың колонкасына. Осы арқылы мынандай құйылып тұрады төбесіне. Көрінеді екен. Осыны толтырып, мынандай кран орнатып қойғам. Краник дейді, кран дейді біреулер. Осыны түгіні тесіп, қатырып, бәрін өзім сатып алдым. Тесіп, өзім істеп алдым. Мынандай нұқталармен жалғап, кәдімгі мынандай пластмассовый трубадан. Мынақа фильтр қойдым. Дисковый фильтр. Содан былай шығып, мынандай тройникпен тарайды жан-жағына. Мына мынаяқтағы огурциларға кетіп отыр ғой. Бұл кейіннен егілген огурцы. Ал осындай краниктермен өстіп суды жауып, ашып суды реттегіруіңізге болады. Бұны орнату тәсілі қарапайым. Ешқандай бір ненің керегі жоқ. Қарасаңыздар. Ол жүктің аяғынан кеткен. Арғы басын қатырып қойдым. Қазір көрсете кетем, арғы басын мінекей осындай. Керек емес кезде бұлай жауып та қоюыңызға болады. Мынандай трубаны, шланганы өзің арнайы тесетіні болады. Сондай мен тесіп орнаттым, мынандай сальник қойып. Болмаса, кәдімгі отвертка болсын, болмаса мынандай дрель бар ғой, сверло дейді, сондаймен де тесіп орнатуға болады. Қарапайым түрінде мынандай сальник салынады бірінші, содан кейін барып мына краник салынады. И мынаны жалғайсыз, капный лентаны осы неге, осы жерден бұрап жалғайсыз. Мына жерді әшейін тығып қоя саласыздар. Жалпы осы қарапайым түрде бұл соншалықты бір білімнің керегі жоқ. Тамшылатып суаруға. Мінекей тамшылап суарылып жатыр арбасайынан. Оның әр тесігі сағатына 1,5 литрдей су тамады әр тесігінен. Азында теріп алдық. Құдай қаласа тағы да өнімдер дайын болады ертеңге дейін. Мінекей мынандай қиялап салып жатыр.